Қосылайықтың қарлығаштары тағы да онлайн казиноны жарнамалаумен көзге түсті. Бұл жолы біз The Official Диана Оңғарова туралы айтатын боламыз. Бастамас бұрын әңгімемізді мына видео дәлелге назар аударыңыздар. Қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Алдынан бері айтып жүрген Вавада ойыннан қазір күшті отыздар шығып жатыр. Мен әлі сол ойынды ойнап жатырмын. Және де түсінбей жатқан адамдарға қазір мен қалай ойнау керектігін өзім көрсететін боламын. Тағы плюс 5 ладно әшейін. Қараңыздаршы, просто үйде отырып кететін болсам мен ема 950 базар жоқ, осылай күнделікті табыстарың шығарасыздар ма саған? Мен вот үйде отырасыздар, осылай кіресіздер, менің берген ссылкам бойынша өтіп жақсы мен сияқты ойнасаңыздар, осылай күшті ұт шығарып, қарыз кредит бәрін құтылып аласыздар. Өздеріңіз толықтай көргендей, The Official бір емес бірнеше мәрте осындай онлайн казиноларды ашық түрде жарнамалаған. Бұны бізге біздің көзі қырағы оқырмандарымыз бірнеше рет жіберген. Біз де осы ретте бүгін сіздерге соны кеңінен тарқатып, ары қарай қандай әрекет жасайтынымызды айтқымыз келеді. Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңының 6 бабы 5 тармағы 1 тармақшасында көрсетілгендей, онлайн және интернет казиноларды жарнамалауға болмайды. Бұл үшін бізде әкімшілік жаза қарастырылған. Біз осы ретте Алматы қаласының полициясына осы мәселе бойынша әкімшілік жазаға тарту бойынша арызданатынымызды жеткіземіз. Біз осы уақытқа дейін бірнеше осындай халаудың болсын, қосылайық болсын, түрлі осындай елімізге әдістермен оңай жолмен танылған тұлғалардың осындай әрекеттерін, байқандай жиіркенішті әрекеттерін әшкерелеген болатынбыз. Бірақ бүгін біз әрекетке нақты көшеміз, біз арыз жазатын боламыз. Бұның артында не тұр? Бұл айтқан кезде ди үшін ол кәдімгі реклама, қаражат болып көрінуі мүмкін, ол заң жүзінде құқық бұзушылық, ал оның арғысы лудоманияға алып келетін үлкен қауіпті дерттің жолы. Біздің елімізде лудоманияның дамуы, лудоманияның өсуі, өршуі, оған шалдыққан адамдардың көбеюі, отбасылардың бұзылуы, жетім қалған балалар, жесір қалған әйелдердің барлық кінәсі осы лудоманияның жарнамалаушылардың мойнында болатын жеткізгіміз келеді. Себебі білеміз, қазіргі таңда елімізде 400 мыңға жуық лудоман тіркелген. Олардың көбісі осы онлайн казинолардың құрбаны. Құрметті, дейікші, құрметті дейікші, біздің әлеуметтік желіде жүрген блогерлер, сіз бір жарнаманы жасар алдында осындай мәліметтерге көз жүгіртсеңіз, әрине ойландыруы мүмкін. Ал қу ақшаның құлқынына былай айтқанда артынан кету сіздерге әрине ешқандай проблема болмас, бірақ арты осындайға ушықтырып жатыр. Сондықтан да біз осы мәселені тек қана әшкерелеп қоймай, жолын кеселуге әрекет жасайтын боламыз. Бүгін қалай оны арызымызды жазамыз, соның барлығын өзіміз ретте көрсетіп, біздің Instagram парақшамыз Алаяқ.нет жобасының парақшасында көрсететін боламыз. Сонымен қатар осы Ашкер YouTube арнасында толықтай мәлімет беретін боламыз. Әзірге осы The Official'дың әрекетін сіздердің назарларыңызға ұсындық. Көрдіңіздер, қандай жарнамалар, ашық түрде жарнамалар жүріп жатыр. Бірақ ешқандай онлайн казиномен байып кеткен, кәсібін дөңгелетіп кеткен адамды көрген жоқпыз. Түбі ұтылу, түбі былай айтқанда өкініш. Біліп жүріңіздер, бұл Алаяқ.нет жобасы, Ашкере YouTube арнасы. Достар, бұл Алаяқ.нет жобасы, өткен видеоларда айтқанымыздай, біз тек қана әшкерелеп қана қоймаймыз. Осы онлайн казиноның, интернет казиноны жарнамалап жүрген блогер сымақтарға, луда цыгандарға үстінен арыз жазып, іс қозғалтатын боламыз. Бірінші ретте біз мына бапты көріп, Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңы күшіне енген, 2003 жылы 19 желтоқсанда енген, өзгертулер енгізілген. Бірақ ол емес, бізге керегі сол баптың 6 бабы бар бізде. 6 бабы жарнамаға қойылатын жалпы талаптар. Мына жерде көрсетіп шығарып қоямыз. Соның 5/1 деген бөлігі бар, 5 тармақ. Бірінші тармақшасында электронды казиноны және интернет казиноны жарнамалауға тыйым салынады. Бұл ретте біз Алматы қалалық полициясына арызданатын боламыз. Бірінші біздің геройымыз айтқанымыздай, ол The Official, яғни Диана Оңғарова. Жақында ғана сияз кетпеген история салған екен. Соны біз бүгін дәлелдерді келтіріп арыз түсіретін боламыз. Ол үшін біз e-өтінішке сізде бірге жасай аласыздар. E-өтініш қосымшасына кіріп, подать обращение жасаймыз. Яғни мына жерге административный әкімшілік жазамыз. Заявление жазамыз, кімнің атына, Алматы. Мына жерде дайын тұрған болатын болса, Алматы қалалық полиция департаментіне жазамыз. Мына жерге түсіндіреміз. Бізде видео көрсетілгендей, The Official датасын бәрін көрсетеміз. Осындай күні, осындай казиноны жарнамалады дейміз. Сол жарнамалағаны бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартуыңызды сұраймыз дейміз. Видеоны ары қарай тездетіп көрсеңіздер болады. Жарнама туралы заңның
6 бабы 5-1 тармағында әкімшілік жаза тағайындауыңызды сұраймын деп, құрметті оқырмандар, біз осындай лудоманияға тек қана сөзбен, әшкеремен ғана тоқталып қалмай, нақты іспен, әрекетпен көрсеткіміз келеді. Сізде егер осындай жарнаманы көрген болсаңыздар, Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңның 6 бабы 5-1 тармақшасындағы заң бұзушылықты анықтайтын болсаңыз, сізде арыз жаза аласыз, өзіңіз өтінішпен телефоннан бар болған осылай бізде әрекетті жасап, нәтижесін сіздерге көрсетеміз. Алаяқтармен бірге күресейік, лудомандармен бірге күресейік, жалпы алған кезде бір болайық, бірақ қосылайық болмайық.